Биыл Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Осы аз уақыт ішінде еліміз көптеген жетістіктерге жетті. 1991 жылы Қазақстан егеменді ел болды. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше атанды. Осы жылы мемлекеттік рәміздер елтаңба, әнұран, туды жариялауға конкурс қабылданды. 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. Осы жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз теңге айналымға ене бастады. 1994 жылы 16 ақпанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қаруды таратпау жөніндегі шартқа қол қойды. 1995 жылы 30 тамызда жалпы халық референдум негізінде Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданды. 1996 жылы Қазақстанның араласуымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. 2001 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан халқы тәуелсіздіктің 10 жылдығын атап өтті. 2007 жылы Қазақстан үшін өте маңызды мәдени мұра бағдарламасының екінші кезеңі жүзеге асырыла бастады. 2009 жылы Қазақстанда жалпы ұлттық халық санағы өтті. 2014 жылдың тамыз айында үкіметті қайта құру жұмыстары өтті. Оған 12 министрлік және 30 комитет құрылды. 2016 жылдың 16 желтоқсанда Қазақстанның өзі егеменді елінің алдында 25 жыл толды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына декларация жазылды. 2017 жылы Қазақстанда Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырылды. 2017 жылы 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымынан қауіпсіздік кеңесі төрағалық етті. 2019 жылы Қазақстанда тосын оқиғаларға толы болды. 19 наурызда Нұрсұлтан Назарбаев өз өкілеттілігін тоқтатты. 9 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев